Мен эмпатпын. Мен де барлық адамдар сияқты қарапайым болуға тырысқанмын және өзімнің болмысымды біраз уақыт қабылдай алмағанмын. Ал енді эмпаттар қандай болатынын бөлісе кетейік. И және барлық эмпаттар бірдей деген сөз емес. Әркімнің болмысы, жаратылысы әртүрлі. Ерекше адамдар в основном эмпат болып келеді. Кеттік. Менің қандай екенім жайлы айтамыз. Мен эмпатпын. Менде модельный внешность болмаса да, менде осындай бір керемет бір сұлулықтың иесі болмасам да, ортада көзге бірден түсемін. Тұзы жеңіл адамдардың бірімін. Мен эмпатпын. Менде магический мышление жақсы дамыған. Мен эмпатпын. Мен адамдардың түріне қарағанда эмоциясын бірден сезіп қоямын. Мен эмпатпын. Адамдар маған сөйлеп жатқан кезде, какой-то бір действие жасап жатқан кезде, олардың ішкі ниетін біліп тұрамын. Мен эмпатпын. Мен көп адамдар қызығып жатқан нәрселерге мен қызықпаймын. Мен эмпатпын. Маған қазіргі заманда болып жатқан тренд, болып жатқан көп нәрселер мүлде қызық емес және түсініксіз. Мен эмпатпын. Маған адамдар, қыздар, жігіттер болсын, жануарлар болсын, өте қатты бір тез тартылып тұрады. Және менің қолымда жануарлар, гүлдер өте жақсы өседі. Мен эмпатпын. Мені просто так жек көреді. Мен эмпатпын. Мені просто так жақтырмайды. Қыздар болса, қыздардың бойында кейде көреалмаушылық пайда болады. Мен иногда поражаюсь, что қалай көре алмау мүмкін деген сияқты. Мен эмпатпын. Менің эмоциям басқаларға қарағанда әлде қайда қанық түсті деп айтсақ болады. Мен эмпатпын. Мен не только эмоцияларды и больді де басқа адамдарға қарағанда әлде қайда қатты сеземін. Мысалы, мен тісім ауырып жатқан болса, бір адамға обезболивающий әсер етеді, ал маған жартылай әсер етеді. Жартылай әсер етпейді. Сол сияқты бүкіл ауырған кезде де мен басқа адамдарға қарағанда 2 есе қаттырақ қиналамын. Мен эмпатпын. Обычный бір действиенің өзі мені қатты қуантуы мүмкін. Мысалы, біреу Таиландқа барып алған эмоцияны мен просто велосипед теуіп, какой-то бір мороженое жеп ала аламын. Мен эмпатпын. Менің жаныма келген адамдар ішіндегі сырларын бірден ақтарып айтып қояды, немесе маскалары бірден шешіледі.